Астана қаласынан. Біз Қатон-Қарағайдамыз. Бүгін 18 шілде 2026 жыл. Айта кетейін, бұл жерде Қатон-Қарағайды біз аралап келгеніміз, біз өзім мен алғашқы рет келіп жатырмын. Жүрген жерде енді басқа жерлермен салыстырған кезде Қазақстанның біраз жерінде болған болатын. Мына жерді бұрыннан көргім келген, армандаған болатын. Бірақ арманым көңілден шықты деп айта алмаймын толығымен. Неге десеңіз, табиғаты әрине ол біздің Құдайдан беріп қойған алтын қазынамыз. Дүние жүзі бойынша екінші Швейцария деп бекер айтпайды. Өйткені тау жағын айтсаң да, орманын айтсаң да, суларын айтсаңыз, бұқтырма, қайнар көздер бәрі ерекше, өте күшті, жақсы бізге беріп қойған енді керемет, көрікті жерлеріміз бар. Оған мақтануға болады. Туристер де жол бойы келіп жатырмыз. Біз мұнда 3 күн болып жүргенімізге, жан-жақты барлық Шығыс Қазақстанды аралап жүргенімізге, Семейден бастап, Семей, Өскемен, осы Қатон-Қарағайға дейін келдік. Ауылдарында аралап шықтық десек болады. Бірақ бұл жерде бір ұнамаған жері, әрине өткенде Алтай фест өтті, Димаш келді, біраз әйгілі адамдар келіп, бұл жердің туризм дамытуға үлестерін қосып жатыр. Бірақ әлі күнге дейін үйренетін, бізде шетелден үйренетін, басқа жақтан үйренетін жерлеріміз өте көп. Неге десеңіз, элементарный сервис жағын айтатын болсақ, сервис бізде мүлде жоқ екен көрсетіп тұр. Өйткені адамдар оған әлі үйренбеген, мәдениет өте төмен. Жүрген жерінде біреуге, білмеймін, міндет қылама или сондай болады ғой деймін. Жүрген жерінде өздерінің қоқыстарын жинамайды, қоқыс жәшіктері элементарный жол бойында жоқ. Сервис жағынан қарасаң да барлығы, білемін енді біздің Қазақстанның шалғай жерінде орналасқандықтан мүмкін логистикасы қымбат болуы мүмкін, бірақ әркім өзінің бағасын қояды. Өте қымбат, бензинінен бастап, жай ғана магазиніне кіретін болсаң да, басқа жерлермен салыстырған кезде өте қымбат. Мүмкін оларға енді жақсы, қалыпты жағдай көрінетін шығар, бірақ туристер де келіп сөйлесіп жатырмыз. Біраз адамдар келіп жатыр, шетелдіктер айтады, сіздерде мына берген сервиске сай келмейді дейді. Бізде өзіміз көріп жатырмыз, адамдар жүрген жерінде біреудің қоқысын алмай ақ, өзінің қоқысын жинамайды мүлдем. Ол өте өкінішті. Өзіміздің аңсап барған қайнар көздеріне баратын болсақ, кіреберісінің өзі бір адам басына бос жатқан жер ғой, кіреберісінің өзі 865 теңге дейді бір адамға. Қарап тұрсаң, ол болмашы нәрсе. Бірақ күнделікті ағып жатқан туристердің арқасында ол біраз ақша жиналады. Ол кімге кетіп жатыр, қалай кетіп жатыр, ол белгісіз. Екінші мәселе ол қайық мәселесі. Қайықпен апарат, бір ары келсе бір 15-20 минут апаратын шығар. Бір адамға баласың ба, үлкенсің ба, оған қарамай бәріне 5000 теңгеден алып жатыр. Ол да бір жекеменшіктің қолына кетіп жатыр. Ол туристер айтады, мынаған болмайды дейді, тұрмайды мұндай нәрсе деп. Онымен келісеміз, бір жекеменшіктің қалтасына кетіп жатыр. Бұлай біз туризмді дамыта алмаймыз. Кетті, бітті. Плюс еще жол бойын қарап жатырмыз. Жол бойында қоқыс жәшіктері, ладно, оған түсінуге болады. Қайнар көзіне кіргелі бері, ұлттық парк дейді ғой, ішіне кіргелі бері қоқыс жәшіктер мүлде жоқ. Туалет сервистері көрсетілмеген, жасалмаған, қызмет түрлерін жасамаған. Егер сен ондай ақша алып отыратын болсаң, күнделікті келетін, қазір сезон қайнап тұр ғой. Сервисті өлтіріп жасап қой, туалеттерін жасап қой, сулары да жоқ, ішінде туалет бұрынғы ауылдағы туалеттер сияқты жасап қойған. Сервиске сай болу керек қой. Егер сай болмайтын болса, ол ақшаның кетіп жатқан, күнделікті біреудің қалтасын қампайтып жатқан бізге керек емес. Олай біз туризмді дамыта алмаймыз. Ол күнделікті не өзгереді деп ол күтіп отырудың керектігі жоқ. Әрине, жолдар бұрынғымен салыстырғанда жергілікті тұрғындармен сөйлесіп жатырмыз. Жолдарды қазір жасап жатыр, табиғатқа ақындап қарастырып жатыр, бірақ көбісі жекеменшік қылып алған. Бұл жерде мүмкін емес туризм дамыту. Тағы да айта кетейін, біздің көңілімізден шыққан жоқ. Мүмкін басқалар да жеке-жеке айтуы мүмкін. Әркім өзімен өзі келіп, енді бұл айтады ғой, жабайы туризм сияқты болып кеткен. Жекеменшік жасап алған, блокпосттарды қойып тастаған, білгенін істейді. Шығыс Қазақстанның, білмеймін, көріп отыратын болса, әкімдігі болсын, басқа жер болатын болса, осын бұл естіген адамға, әсіресе осы шешімді қабылдайтын адамдардың құлағына алтын сырға деп айтса болады. Неге десеңіз, Шығыс Қазақстанда бізде сервистің жоқтығын көрсетеді. Мүмкін бізде оңтүстіктен бәрі жамандайды, бізде оңтүстік, Шымкент, Тараз, Қызылорда жақтағылар жабайы деп. Бірақ сол кісілердің арқасында бүкіл Қазақстанда мен айта аламын, олар сервисті өлтіреді. Қай жерде жүрсе де өлтіріп жатыр, қай жерге әкелсе адамға иланғыш, керемет даже вот не істесең де бәрін жақсы қылып көңілден шығатындай жасап береді. Солай барып кішкене өздерінде опыт болмайтын болса,
оңтүстікке барып бір апта жатып, кафесі болсын, басқа жеріне барып көретін болса, адамдар кішкене үйренетін еді. Сол сервисті үйрену керек. Оңтүстіктен үйреніңіздер. Ұялатын түгі де жоқ. Өйткені солай үйренуге болады. Мына тұрған мысалы қарапайым дүкенге барсаң да бәрі дікең дейді. Білмеймін енді. Адамдар келіп, мысалы біз тұрмыз кезекте, алып атып бірдеңке сұраса, міндетсініп бірдеңкесін жауап береді. Бәрі орысша жауап береді. Алсаң ал, алмасаң қой деген сияқты. Біз бұндайға білмеймін, үйренбегенбіз, бізге біртүрлі жат болып көрінді. Бұл ойлаймын, шығыстағы ағайындарға үлкен сын болу керек. Неге десеңіз, бұл жерде көп адамдар именно келген кезде сервиске қарайды, а туризмді дамытатын болсақ, ең бірінші сол сервисті дамытуымыз керек. Қоқыс жәшігінен бастап, көрінген жерге, тоқтаған жердің бәріне барлығы айтып жатыр, ол жағы жоқ, туалеттері де жоқ, элементарный, барған жердің бәрінде ақылы қылып тастаған. Жаңа қайнар көзіне барады, қайнар көзінің жүрген жерінің бәрі жолдары әлі жасалып жатыр, біраз жерге дейін кішкене қиыншылықтар болып жатыр. Кейбір жерде жол жасайды дейді, жолдары жауып тастаған, әлі дейін қотырып болып жатыр. Жаңағы адамдар енді кішкене сервиске дайын емес екен көрініп тұр. Әркім өзімен өзі, өз көрпесін өзіне тартып жатыр. Сондықтан бұлай бізге сервиске дамытпасақ, ешқандай туристер келмейді деп ойлаймын. Өйткені шетелдіктер бағана өте көп адамдар кездесті, біразымен сөйлестік. Біраз адамдар шетелден келіп жатыр, Англиядан келген кісілер бар екен, Кореядан келген, Қытайдан, өзіміздің мына көршілес тұрған Россиядан, Қырғызстаннан келген адамдар бар екен. Біразымен сөйлестік. Барлығы айтады, бәрі жақсы, табиғатты сіздерге енді Құдайға шүкір беріп қойған, әдемі дейді, бірақ енді оборот алып, осы егемендік алғалы бері осы жерден дамытсаңыздар, сіздерге енді баға жетпес еді. ТМД елдерінен біраз туристер келетін еді дейді. Сол келгеннің өзінде қарапайым өткендегі Алтай фестінде не болғанын, қалай болғанын көрдік. Артын жинамай кетіп жатыр екен. Адам мәдениетті өзінен бастайтын болса, ешқандай біреуден уже көрудің қажеттілігі жоқ. Әркім өзінің қоқысын алып кетсе, ешқайда біздің табиғатымыз ластанбайтын еді. Ана Сарқырамаға дейін барды, қайнар көзіндегі жоғары жаққа барсаң да, ар жақта прокладкадан бастап, ол сөздің ұяты жоқ, прокладкадан бастап, элементарный бағанағы энергетиктер, бутылкалар, бәрі, салфетка, бәрі жатыр. Ол болмайды ғой ондай жер. Содан кейін шығып бара жатқан кезде тайғанақ жерлер екен. Онда айта кету керек. Бұрынғы енді канатная дорожка сияқты хотя бы бір жағынан темірден ба, троспен ба, или болмаса ағаштар жетеді ғой сіздерде. Сол ағаштың бәрін шегелеп бір жағып қоятын болсаңыздар, үлкен кісілер, ауыр аяқ адамдар барып жатыр. Барғаннан кейін адам көргісі келеді. Ешқандай условия жасалмаған, адамдарға ыңғайсыздық туғызады. Баспалдақ сияқты жасап қойсаңыз да болатын еді. Бардық, жоғары жаққа дейін шығып келдік. Барлығын көрдік. Сол ұнамаған жерлері, именно сол іздеп барған жерлерде, Сарқырамаға барған жерде баспалдақ жағы ұйымдастырмаған, қоқыс жәшіктері жоқ, қымбат сервисі өзінің бағасына сай келмейді. Осының бәрін жергілікті атқарушы органдар, биліктегілер қолға алатын болса, жекеменшікке айналдырмай, соның бәрін енді қолға алып, бәрін қарастыратын болса, бізге туризмнің бәрі күшті дамып кететін еді. Ол туризм жай ғана бір жекеменшік адамдардың қалтасында кетпеу керек. Бұл өкіметтің үлесін беру арқылы жақсы бір басшы болатын болса, өңірдің бәрін жағдайын дамытып жіберуге болады. Элементарный осы біздің екінші Швейцария деген Қатон-Қарағайымыздың сервис жағдайын жақсартатын болса, бірінен бір адамдар естіп келген сайын адамдар біздің өңірдің жағдайын дұрыстайды. Мен қызғанып отырған жоқпын. Просто бізге сол жаңағы айтқан элементарный жағдайлардың бәрін жасап қоятын болса, нұр үстіне нұр болатын еді. Сондықтан аман болыңыздар. Сын айтылу керек, сын айтылмайтын болса, бұл сол күйі баяғы қазан дей ма, сол күйінше қала беретін еді жабылып. Жаман болайық, бай болайық, әл ауқатымыз бәрі жақсы болсын, тек қана жақсы күнде кездесе берейік.